сен ажаннан тұру керексің. Короче, мы начинаем встречаться. Нет. Я думаю, білмеймін, қасымнан шықпайды соңғы кезде. Не үшін екенін өзінен сұраңдар. Не үшін шықпайсың қасымнан? Үйдің алдына келіп тұр. Мен ақ үйдің алдына бара береді екен болшы. Просто сыйластық қой бізде, иә? Сыйластық па? Ау. Кім біледі, не болып отыр? Ешкім білмей ма, бірдеңе болып жатыр ма өзі? Қыз кетер емес па? Төлейді. Гүлназым мен актер арасында қазір жұрт назарын аударған бір жақындық бар. Гүлназымға оқырман сұрақ қойып, екеуі сөйлесіп жүрме деп сұрағанда, ол арамызда сыйластық бар, әрі қарай уақыт көрсетер деп жауап берген. Бұл жұпқа көпшілік жылы лебіз білдіріп, олардың жарасымды екендігін айтып, тезірек бас қосуларын тілейді. Пікірлердің басым бөлігі қолдау, актерге Гүлназымды қадірлеу керектігін ескертеді. Сонымен қатар, біраз адам актерені сынға алады. Кейбірі оны жеңілтек, жауапкершіліксіз, қыздармен тек ойнап жүретін адам деп сипаттайды, опасыздық жасағанын еске салады. Осындай пікірлер Гүлназымды сақ болуға шақырады. Жалпы мәтін бір жұпқа қатысты елдің әртүрлі көзқарасын көрсететін оқырман пікірлерінің жиынтығы. Бір бөлігі бата мен тілек, екінші бөлігі ескерту мен сын. Оқырмандар арасындағы талқылау қызу. Біреулер Гүлназым мен актерені жарасымды жұп деп көріп, той күнін асыға күтсе, екіншілері күмәнмен қарайды. Жақтаушылар екеуінің бір-біріне лайық екендігін, Гүлназымның инабатты, тәрбиелі қыз екенін, және актеренің енді тұрақтап, отбасы құратын кезі келгенін айтады. Олар жұпқа бақыт, сыйластық, берік шаңырақ тілейді. Ал қарсы пікір жазғандар актеренің өткендегі қылықтарын еске салып, оның қыздармен ойын ойнағанын, кейде жауапкершіліктен қашатынын алға тартады. Кейбірі тіпті Гүлназымда бір күні алданып қалуы мүмкін деп алаңдайды. Бұл топ актерге ескерту жасап, өз әрекеттеріне абай болуға шақырады. Әлеуметтік желіде бұл әңгіме қызу талқыға түсіп, жұрт екіге бөлінгендей, бір тарап бата беріп қолдаса, екінші тарап сын айтып сақтандырады. Ал Гүлназымның өзі бәрін сабырмен қабылдап, уақыт көрсетеді деп отыр. Ақтөренің ақталған сөзі, Гүлназыммен тек достармыз. Бүгін актере Instagramға шығып, көптен бері жұртты қызықтырып жүрген сұрақтарға тікелей жауап берді. Соңғы күндері оның Гүлназыммен түскен видеосы мен суреттері желіні шулатқан еді. Бірі жаңа жұп деп болжады, енді бірі бұл әсемді қызғандыру үшін жасалған амал деді. Ақтөренің өзі бұл дақпыртқа нүкте қоймақ болып, Гүлназыммен арамызда тек достық бар деді. Дегенмен ол сөз арасында ескі естеліктерден сурет жүктеп, ұзақ ойланып қалғандай болды. Бұл, мүмкін бір күні қосылатын ойы бар шығар деген жаңа сұрақтың тууына себеп болды. Бірақ актере ол туралы ашық ештеңе айтқан жоқ. Ал әсем жайлы ол барынша сыпайы сөйледі. Бәрі артта қалды. Оларға тек бақыт тілеймін деп түйіндеді ол. Желі қолданушылары оның пікірлерін қалдырмай оқып отырды. Өкінген жоқсың ба? Деп сұрағандарға актере: біз 7 ай бұрын ажырастық. Арамызда тек сыйластық қалды деп нақты жауап берді. Ал Гүлназым болса, өзінің жеке парақшасында бұл оқиғаға қатысты да ой білдірді. Не болып жатыр? Жолдан келсем, Instagram жарлайын деп жатыр екен ғой. Солай болып қалды, енді артық ойламаңыздар деп жазды. Кейбір желі қолданушылары оның бұл жауабын жігіт қадам жасаса, қызда кетпейтін сияқты деп түсінді. Осылайша барша жұртты қызықтырған актере мен Гүлназым тақырыбы әзірге тек достық аясында қалды. Бірақ кім біледі, өмірде күтпеген бұрылыстар көп емес пе? Ара қатынасты қайтадан қозғамаңыздар. Я бақытты болсын, аман болсын, сау болсын. Ешқашан жаманшылық тілемеген бұл. Өткен ара қатынастан қанша ара қатынас болды. Гүлназыммен түскен видео, оны біз алдын ала түсіріп қойғанбыз. Сен де бақытты болып лайықсың, сен де осылай деп жатқан жандар да бар. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Ата дұрыс. Өйткені ана ішіндегілер бар ғой. Ішіңдегі сөйтті олай емес. Бұл өмірде бәріміз етеміз. Соны ұмытпай. Актере мен Гүлназым, жаңа басталған сезім бе, әлде тағдырдың сыйы ма? Соңғы күндері әлеуметтік желіде жиі көзге түсіп жүрген бір көрініс бар. Актере мен Гүлназым бірге. Бұрын тек достарымыз деп келген екеуінің арасы қазір мүлде басқа деңгейге көтерілгендей. Жақында олар жұрт көзінше қол ұстасып, нағыз ғашықтарша серуендеп жүрген сәттері түсірілген видео тарады. Көпшілік мұны жаңа жұптың ресми жариялануы деп қабылдады. Кейбіреулердің айтуынша, актере Гүлназымды өз отбасына таныстырып қана қоймай, оның баласымен де тіл табысып үлгерген.
Бұл маңызды қадам. Өйткені бұл жай ғана таныстық емес, егер ертеңгі күні ортақ өмір басталса, Гүлназымның баласы да сол отбасының бір мүшесі болмақ. Жақын арада келін етіп апарама деген сауалдар желіні кезіп жүр. Себебі Ақтөренің қасында бұрынғыдай сенімсіздік емес, нақты бір шешімге келгендей байсалды жүз бар. Гүлназым да өзгерген. Бұрын көпшілік алдында аса ашық жүрмейтін болса, қазір Ақтөремен бірге түскен суреттерінде күлімдеп, шынайы бақыттың лебін сездіріп тұр. Желі қолданушылары түрлі пікір қалдыруда. Керемет жұп. Нағыз жарасқан екеу. Өткен өмірді ұмытып, жаңа парақ ашқан дұрыс. Гүлназым парасатты, салихалы әйел. Ақтөреге лайық деген сөздер жиі жазылып жатыр. Болашақта не болатынын уақыт көрсетеді. Бірақ қазіргі көрініс бойынша Ақтөре мен Гүлназымның арасы күн сайын нығайып, сезімдері тереңдей түсуде. Мүмкін жақында бұл жұптың да қуанышты жаңалығын еститін шығармыз.